Ардақ Назаров ережесіз жекпе-жектен 3 дүркін әлем чемпионы атанып, ел намысын қолдан бермей, көк туды көкте желбіреткен азамат. Бағдарламаға халық қалаулысын шақырмас бұрын ел ішіндегі сыбыстарға құлақ астық. Әйткенмен де жақсылыққа жаны құмар, жүрегі нұрлы жан туралы тек ізгі әңгімелердің куәгері атандық. Ауылдан шыққан қазақтың қара баласымен осы аптада сұхбаттасудың сәті түсті. Намысы өр, жүрегі таза, адамгершілігі зор азаматтың айтары да өзгеше. Өзім көп балалы отбасында өмірге келдім. Барлық туыстардың балалары, көрші қолаңның бәрі біздің үйде болатын. Көппен бірге өстім. Ата-анам ауылдың қарапайым кісілері, ауылдың өзін алып қарайтын болсаңыз, таңнан кешке дейін спорт қой. Тайға мініп көкпарды атамыз қыста, жазда жалаң аяқ жүгіреміз. Райымбек ауданы ол Қантаңырдың етегінде болғандықтан сол таудың етегінде өсіп, тауға жүгіріп, сол тау баласы болып өстік қой. 4-ші сыныпта 91-ші жылы жалпы Қазақстан егемендігін алып, тәуелсіз мемлекеттігін жариялаған шақта анам мені күрес мектебіне алып барған болатын. Бүгінгі таңда сол марқұм менің алғашқы бапкерім Сарқышбек ағайдың алдында мен мәңгі қарыздармын. Неге десеңіз, сол алғашқы іргетасында спорттағы сол кісі қалады. Менің нағашым болып келеді. Анамнан сұраймын ғой, неге мен осы спорт түріне апардыңыз десем, мен де сол ауылдан шыққан чемпиондар сияқты, Қажымұқан атаң сияқты, Жақсылық Үшкемпіров аталарың сияқты сол қазақтың байрағын көтеретін бір спортшы болса деп армандағам дейді. Үш адамның тілегі кері қайтарылмайды ғой. Соның бірі жалпы ананың өзінің ұрпағына тілеген тілегі, анамның арманы бүгінгі таңда орындалды деп өзім үміттенемін. Бала кезінде ешқандай қиыншылық мәселе деген болмайды. Ата-ананың қасында, солардың қамқорлығында, не кием не ішем демейсің, жылы жұмсағын жеп қасында өсесің. Кейін деп Алматыға келгеннен кейін өзіңмен өзің студентсің, жатақханада тұрасың. Бөлек өмір, нан табу керек, білім алу керек. Сол бауырларыма бір тірек болсам, сол мақсаттарға жету үшін іздену керек болды, еңбек ету керек болды. 99 жылдары менде бір үлкен таңдау болды. Жалпы өмірде бағытымда мен диплом алдым, құрылысшы деген мамандығым бар. Оқуды бітіргеннен кейін бір жылға жуық жұмысқа кіре алмадым. 18 жасар жігітпін оқуды бітірген кезде. Қаладан бүгінгіде ешкім танымаймын. Қазір Ардақ Назаров қайда барса жұмысқа алады, Құдайға шүкір. Сөйтіп дипломды көтеріп, жаңағы құрылыс компаниясында бір әкемнің досы бар еді, інісінің досы. Сол кісіге бардым. Аға, мен осы жұмысқа алыңыз деп. Бірақ ол кісі жаңағы Ардақ, кейін хабарласасың ғой, айналайын. Қазір кризис болып жатыр, қазір сокращение болып жатыр, жұмыстан қысқартылу болып жатыр. Телефонын берді. Сол күнде звондаймын, аға жұмыс бола ма, жоқ. Сөйтіп бір жыл өтті. Үйде мен ең масыл адам менмін. Артыма қарасам, жаңағы бауырларым өсіп келе жатыр, 5-еуі бірдей. Ертең барлығы Алматы қаласына келсе, Ардағаға деп, тірегіміз бар ғой, ағамыз бар ғой деп маған келеді. Ал мен жатсым мынау, масыл. Әке-шешеге көмектесіп отырмақ, өзімді өзім бағамай айтырмын мысалы. Ферма ашып, бизнесмен болайын десең, оған ақшаң жоқ. Жұмысқа кіріп, еңбек етейін десең, адал еңбек табайын десең, сенің танысың жоқ. Одан кейін дипломың бар. Дипломың кірсең, тағы да ешкім алмайды жұмысқа. Содан қарасам, қолдан келетін нәрсе өзім спорт. Боксқа бардым. Стадионда. Сол стадиондағы белгілі бір бапкер, қазір Қазақстан құрамасындағы. Жасың қаншада? 18-де. Өй, сен шал болыпсың ғой дейді маған. Сенен түк шықпайды деп, мені кемсітіп. Қатты намыстандым жаңа. Сонда мен 18 жастағы жігітпін. Өмірім жаңадан басталайын деп жатыр. Сонда мен қалайша шалмын деп. Спортта сен бокста 6-шы сыныпта бастауың керек, 10 жасынан бастауың керек. Сол кезде сен денең ыңғайлы болады деген сияқты маған айтып жатыр. Жоқ, мәселе ол емес. Егер адам мақсат қоятын болса, мейлі ол 40 жаста болсын, 30 жаста болсын шығады ғой мысалы. Сөйтіп қайтадан үйге келем, ешқандай нәтиже жоқ, ары жүреміз, бері жүреміз. Бір күні әкпем мен ағам отырғызып, мені жаңағы қатты қыспақ қалды. Осы семьяма бір тірек болыңшы, осы бір көтерілейін, бір тіреп тұрған бір көкеміз де жоқ, ағамыз да жоқ жоғары жақта. Сондықтан мен осыларға аға болайын, тірек болайын, мен осы спорттан көтерілейін деп әкпем мен ағам айтсам, жоқ, сенен түк шықпайды дейді. Көресіздер ғой, мен міндетті түрде шығарам десем, мен саған 100% гарантия беремін дейді, кепілдік беремін. Сен адам болмайсың, сенен спорт шықпайды деді. Олай болса жақсы деді. Мен жаңағы әкпемнің қолын алдым да, сол күні мен үйден кеттім. Үйден кеткенде мен жаңағы оның туысты қарым-қатынасты үзіп, немесе әкпем ренжіп кеткен жоқ. Өзінің жаңағы әкпеме, ағама айтқан уәдемді жалпы спорттағы орындау үшін, соған жету үшін мен үйден кеттім. Сөйтіп спорт залға барып, спорт залының мен подвалында тұрдым. Әрине, мысалы спорт залда күндіз жаттығу жасайсың. Түннің бір уақытында тұрып, жаңағы спорт залының подвалында скакалкамен секіремін, жүгіремін. Ішінің бәрі шаң болып жатады. Шаңына қарамайтынмын. Неге десеңіз, өзінің алға қойған мақсатың бар. Жұмыс істемейсің. Егер жұмыс істейтін болсаң, онда жаңағы сенің спортыңа кедергі жасайды.
мысалы түнде охранада болсаң күндіз ұйқың келеді деген сияқты. Сөйтіп мен жұмысты сыртқа итердім да, тек қана осы спортпен қайтсем де бір нәтиже шығарайын деп толықтай өзімді осы нәрсеге арнадым. 2001-де осы өзімнің бапкерім Сағатбек Мұсаханов ағамызбен танысып, сол кісіге айттым: аға, мені дайындаңыз, мен мақсат қойдым алдыма, мен чемпион болам, мен де әлем чемпионы болғым келеді деп. Жаңағы ел айтады ғой, жаңағы баласын тапсырған кезде еті сенікі, сүйегі менікі деп. А менің етім де сіздікі, сүйегім де сіздікі. Болды, мен өлсем де тірілсем де бір нәтиже шығарам деп. Содан кейін ағай битіп қарап отырды да: болды балам, олай болса бастайық деді маған. Сол күннен басталды, 2002 жылды қараша айынан басталды ғой сол нәрсе. Жалпы жекпе-жекке шығу, арманды орындау, арманға жету деген нәрсе. Өзімнің арманыма жету үшін мен өзімді аямайтын. Бір досы болатын, енді Руслан деген. Ол жігіт енді қазір марқұм болып кетті. Өте қатты жақын дос болатын бауырымның. Енді сол жігіт үнемі айтып отыратын: Ардақтың несіне таңғаламын деп. Жаңа төзімділігіне, шыдамдылығына, балалардың бәрі жаңағындай мерекелерде қыдырып жүрсе, Ардақ тренировка жасап жатады деп. Кейін сол нәрсені өзім көзіммен көріп куә болдым өзім. Осындай ерен еңбекпен маңдай терінің арқасында бақытты күннің де ауылы жақындай түскендей. 2001 жылы мен осы ең алғаш желтоқсан айында Астана қаласында өткен Евразия біріншілігіне қатыстым. Осы ережесіз жекпе-жектен. Енді алғашқы қадамым 8 қырлы тордың ішіне бірінші рет кіруім, 20-21 жастағы қалшылдаған жігіт кезіміз. Спортшы торға кіргеннен кейін ол жерде саған жәрдем беретін ешкім жоқ, тек қана бір Алла, және өзіңнің күш-қуатыңа сенесің. Тіпті қасында тұрған досың да, бапкерің де саған жәрдем бере алмайды. Бұл тек жекпе-жек кездесулердің бастамасы ғана болатын. Өмір мен өлім, намыс пен жігер арпалысқан 8 қырлы тордың ішінде талай рет жұдырық түйістіріп, сансыз мәрте әділетсіздіктердің құрбаны болып, талай жеңістің әнұраны шырқалды. 2007 жылы осы Бушиде ММА деген тұжырым бойынша Алматы қаласында өтті. Брэндон Гарнермен төбелестім мен. Бұл жарыстың алдындағы мен өзім жол көлік апатына түстім. Бейбіт екеуміз жаңағы түн ішінде жаттығудан шығып келе жатып, 120 мың кеп бізді көлікпен соққан кезде біз екеуміз айналып, тротуардан ұшып, машинамыз 5 рет айналып та жаңағы есімізден алып қалдық. Бейбіт оң жақта отырған, Бейбітті қақты, қабырғасы майыстырып жіберді. Әлем чемпионаты. Грессиялар келейін деп жатыр. Қазақстан әлемге қарсы деген жарыспен өтейін деп жатыр. Сонда жаңағы екеуміз аварияға түстік. Жарыста кейінге шегеруге болмайды. Неге десеңіз, билеттер сатылып, халық уже дайын. Демеушілермен келісіп қойғанбыз мысалы. Авариядан кейін, жалпы жол көлік апатынан кейін адам бір рухани құлдырауға түседі екен. Өте қиын жағдайда болдым. Сол кезде қол аяғым дірілдеп, не болғанын білмей, бір 3-4 күн есім ауып жүргендей болдым. Аварияға түскен күннің түнде түстік, таңертең жаттығуға бардым. Сонда қол аяғым ұстамайды, дірілдеп жаңағы бір қиын жағдай. Содан кейін тағы бір айтатын нәрсе, тура сол жарыстың алдында жаңағы біздің арендада отыратынбыз, спорт залымызды жаңағы ай сайын жалдап жаңағы сол спорт залымызды жаңағы иесі қайтарып алды бізден. Сөйтіп біз нәтижесінде далада жаттығуға тура келді. Ол жерде мен шықпаймын, мен ауырып жатырмын деп, мен осындай жағдай болды деп шықпай қойға да болатын еді. Бірақ ол жерде де жаңағы біздің намысымыз жібермеді. Ел болып, жұрт болып, енді Ардақтың суреті бүткіл Қазақстан бойынша әліне бір реклама беріп кеткеннен қалай ғана сіз ол жарыстан бас тартасыз. Ройс Грейси, оны бүткіл әлем таниды, жекпе-жектің майталмандары бәрі таниды. Оның шәкіртімен шықты мысалы. Ол мен үшін жаңағы үлкен осы спорттағы арманым мен мақсатым болатын. Сол арманыма мен енді бір саты қалып жетейін деп тұрған кезде мен аварияға түстім. Менде зал жоқ, менде жағдай жоқ, менде тамақ жоқ, менде үй жоқ деп мен бәрін тастап кететін болсам, онда менің қай жерім жігет, онда мен қалай ертең елді қорғаймын, мен ертең қалай жаңағы ата-анамды қорғаймын деген сияқты мәселелердің бәрі менің алдымда тұрды. Көрген адам да біледі, немесе өзім де спортшы ретінде мысалы жекпе-жекте мен жеңдім. Сонда жаңағы жекпе-жек бітті, екеуміз тұрмыз, сөйтіп екеуміз қолымызды бірге көтеріп, әлем чемпионатының алтын белбеуін екеумізге де бермеді. Кейіндеп жаңағы қайтадан қарымта кездесу болады, матч реванш деп шешті. Бірақ ешқандай жаңағы қарымта кездесуде болған жоқ. Сөйтіп ол сол жабылу қазан жабылу күйінде қалды. Қарасаңыз, енді бір өкінетін сол нәрсе, мысалы қарасаңыз, анау Америкадан келді, ал мен мына жақта қазақтың намысын қорғап шығып отырмын. Негізі жекпе-жек менікі болды мысалы. Мүмкін Ройс Грейсидің басым болды ма, жоқ әлде жаңағы халықаралық төрешілер солай деп шешті ма мысалы. Жеңісті сөйтіп маған берген жоқ. Жарыстан кейін қатты күйіндім, қатты өкіндім мысалы. Бәленбай күн үйден шықпай жаңағы ренжіп жатып қалған кезімде болды. Кейіндеп жарыстан кейін бір айдан кейін қалаға шығып ағаларға жолықтым. Бір сөйтсем, Ардақ, сен жарысқа шығыпсың ғой, сен жеңіліп қапсың ғой дейді маған. Мен айттым, аға, сіз жарысты көрдіңіз бе десем, жоқ, көргем жоқ дейді. Онда не айтып тұрсыз дедім. Алдымен сіз жарысты көріңіз, одан кейін бірақ айтыңыз дедім. Америкада барған кездерде
тура бір апта бұрын барғанбыз жарысқа. Сол кездері көзі ауырып, жаңағыдай конъюнктивитпен көзі көрмей, бірақ соған қарамастан жарысқа шығып, ол жерде де қазақтың туын желбіреткен. Осы сондай шыдамдылықтары бізге бір жігер береді. Кейде өзім жатып ойланам, кейде осындай шыдамдылықтарға төзімділікке төсу ол әр адамның қолынан келе бермейтін іс деп. Ел намысы, қазақ мәртебесі, байрақтың биік желбіреуі, әнұранның шырқалуы – бұл ардақтың алға қойған мақсаттары болатын. Адам баласының арманы мен мақсаты ешқашан таусылған емес. Ол патшада да, ханда да болған арман. Үш арманым бар еді деп та былай, әттең-ай дегеніме жетпедім ай. 300-дің басын қосып қала салып, ел қылып, өз алдына кетпедім ай деп біздің бабамыз Абылай ханның өзі армандап кеткен. Осы жетістігімізді енді ұрпаққа берсек, шәкірт тәрбиелесек деген мақсатпен осы мектептерді ашып отырмыз. Жалпы айтқанда, әлем файтерс, әлем жауынгерлері мектебі осы Алла қаласа Қазақстанның әрбір бұрышында, әрбір қаласында, болашақта әрбір ауылда болады деп өзім ойлаймын. Бұл жердегі мақсат жалпы жастар тәрбиелесек, ең бірінші патриоттыққа, елін жерін сүюге, діннің, дәстүрін, тілін құрметтеуге, сонымен қатар жаңағы спортқа тәрбиелесек, адам рухани күшті болмай, ешқашан кемелділікке жетпейді. Ең бірінші адам бұл рухани күштілікке жету керек. Кім білет, бізде спорт осы жартысында жолдың жартысында спортты тастап кетер ме едік, Ардаға болмаса. Осы кісінің арқасында жігерлендіріп, хош осылай алды шығамыз, Америкаға барамыз деп бізде мотивация дейді ғой адамға. Жігерлендіріп, қаншама жолдан тайдырмай ұстап отты. Жақында ғана өзім Дубайға барып қайттым. Ол жерде де біздің мектеп ашылады. Неге десеңіз, бүгінгі таңдағы жаңа спортшылар әлемдік деңгейдегі сол араб елдерінен қызығушылық танытып, араб елдерінің өздерінің мектептерін ашып жатыр. Алла қаласа біздің де бір мектеп сол араб елдерінде Дубайда болады деп өзім сол келісімшартқа қол қойып қайтып келдім. Неге десеңіз, мысалы, біздің табиғаттың қолайсыздығына байланысты кейде қыс мезгілдерінде жаттығуларды жаңағы анау айтқандай ашылып жасай алмайтын кездері болады. Сол кезде жастарымызды Таиландқа, Дубайға жіберіп, сол жақта жаттықтырсаңыз, ол жаңағы жақсы тәжірибе алады деп ойлаймын. Бұрынғы ардақ пен бүгінгі ардақтың ешқандай айырмашылығы жоқ. Бүгінде мысалы ауыр жұмыс болса, мен киімін шешініп, елшеден кірісіп кететінім бар. Өмірдің өзі тәрбиеледі. Мысалы қазақ айтады ғой, кісіліктің кілті кішілікте деп. Егер де сен қанша атағыңдардай болып тұрса да, ешкімді менсінбейтін болсаң, сенің қадірің болмайды ортада. Жәнібек Кәрменов атамыз айтқан сияқты, мансапқа жетсең адал бол, қызмет қыл халқыңа дейді. Жастарды жақсылыққа тәрбиелеу әрбір азаматтың ол біздің міндетіміз деп ойлаймын. Егер де мен иманлы жолға келмегенде, мүмкін басқа ардақ болар ма едім, мүмкін тәкаппар болар ма едім, мүмкін өзімшіл мақтаншақ болар ма едім, атақ дәрежені көтере алмай осыған мастанып жүретін басқа адам болатын едім. Бірақ ең бірінші ол тәрбиенің іргетасы ол ата-анадан құралады. Ата-анамыздың берген тәрбиесі, енді әкеміз үнемі айтып отыратын, балам өтірік айтпа, ұрлық жасама деп. Екі аяқты пендеде сүрінбейтін аяғы жоқ, қателеспейтін жағы жоқ. Адам баласы болғаннан кейін ол міндетті түрде қателеседі. Ол қателіктің барлығы жалпы алып қараған кезде сіз үшін өмірден үлкен сабақ аласыз. Сол өзімнің жасаған қателіктерімді інілерім жасамаса, бауырларым жасамаса, шәкірттерім, артынан ерген бауырларым жасамаса екен деп, соларға үнемі тәрбие беріп отырам. Мен қатты ашуланатын, ашушаң болатын, бір сөзді көтере алмайтын. Бірақ кейінде болса, иманлы жолға келгеннен кейін бәрі өзі алыстап кетті. Әйтеке би атамыз айтқан сияқты, ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар дейді. Ақыл деген дария дейді. Алдын тоссаң тоқырар дейді. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды дейді. Төле би атамыз айтады. Тауыс ибн Қайсан деген ғұлама айтқан екен, балам дейді, ақылдылармен дос бол дейді, солардың бірі болып есептелесің дейді. Ақылсыздармен дос болма, ақымақтармен дос болма дейді. Олардан болмасаң да солардың бірі болып саналып қаласың дейді. Мен үшін ең үлкен бақыт жалпы сол отбасының амандығы, ер жігіттің басындағы бақыт бесеу дейді ғой. Астындағы атың жүрдек болса, жалғанның пырағы дейді. Балаң жақсы болса, екі көзің шамшырағы, алғаның жақсы болса, үйің мен қонағың тұрағы дейді. Әкең асқар тауың, шешең аққан бұлағың дейді. Бұл ер азаматтың бес бақыты. Кішкентай қызым бар, Мәриям. Дүниедегі ең тәтті адам сол мен үшін. Әкеден алдынан жүгіріп шыққан кезде даладағы жаңағы қиыншылықтарды көңіл күйім түсіп келсе де, сол бір ғана сөзі әке деген
барлық нәрсені жоқ қылып жібереді. Енді Мариямды көре алмаса, енді тұра алмайды. Қызының жанында жақсы көреді. Оны бәріміз куәміз. Бауырларымыз, әке-шешеміз де жақсы әке өмірде де. Жеке меншігімде Алматы облысының әкімі болып тұрған кезде Серік Үмбетов ағамыз сыйлаған үйім бар, өзімнің көлігім бар, спорт мектебім бар. Ол байлық деген қолының кірі ғой, бүгін бар ертең жоқ. Аталы сөзді ардақтап, ұлағатты сөзді ұлықтап айтатын Ардақ Назаров ең бастысы рухани бай. Ол бабалардың мирасына адал, әр салтына бек. Дәстүрлі ән мен күй десе ішкен асын жерге қоятын спорт майталманы қазіргі таңда жеке домбырасында дайындау үстінде. Ертеңгі күні өзінің ұрпақтарына домбыра шертіп, терме айтып, насихаттауды жөн көрген. Қазақтың әрбір дәстүрлі әнінде, термесінде болсын, тұнып тұрған бір уағыз, тәрбие, елді жерді жырлаған, отанды жырлаған, атаға, анаға деген құрмет. Арекең жалпы өнерді жақсы көреді, дәстүрлі әнді. Біз дәстүрлі әнді жақсы көретін адамдарды құшақ ашып, одан сайын жақсы көреміз. Сондықтан біздің танысқанымыз сол өнердің арқасы. Қайда жүрсек те осы домбырамызды бірге алып жүреміз, інілерімізбен бірге. Америкада болған кезде елді жерді сағынып, туған жердің топырағын бір аңсайтын кездері болады. Сол кезде осы Думан мен Талғат шіркін ай неғып алып кетпедік деп қасымызда бір өлең айтып, бір көңілімізді сергітетін, бір елге деген сағынышымыз сейілтетін бір азаматтар болатын еді ғой деп, болашақта мысалы өзіміздің ойда бар, осы азаматтар бірге алып барып, бір шетінен оның өзі жалпы бір рухани көмек. Халыққа таясудан терең оңай ақынға, қара сөзден өлең оңай халқыңа, адал қызмет етпесеңіз абырой, атақ шіркін келем оңай хой. Ардақ Назаров ережесіз жекпе-жектен 3 дүркін әлем чемпионы, әлем кубогының иегері, Еуразияның 2 дүркін жеңімпазы. Тектілердің тұяғының алға қойған мақсаты биік. Оның айқын арманы 5 дүркін әлем чемпионы болып, күллі қазақтың 4 әлемге мәшһүр етіп, өзгелерге танытып, мойындату. Тура билердің шешендігін, қайсар батырлардың жігерін өзіне серік еткен Ардақтың алар асуына бізде, қалың қазақ та һәм сенеді.